Ya, assalamualaikum. Қайтадан. Ассалаумағалейкум. Біз қазір Айжан Ахметжан ба сіздің атыңыз? Сізден сет дұрыс па? Дұрыс. Қазір, иә, мен сізді жақсы көріп тұрмын, жазылып жатыр. Естіліп тұр. Қазір мен сізді естіп тұрмын, иә. Қараңыз, сіз енді мен сізді онша білмеймін деп айту болады, өйткені естігенім бар, ал және де білгенімше сіз Астанада кімнің байланысы онша болмай тұр? Білмедім, мен сізді үзіп естіп жатырмын. Мен де сізді кішкене сәл-сәл. Сіз Астанада тұрасыз. Астанада жұмыс істейсіз, және сізде... Иә, Астанада тұрамын. Астанада қаласында 90-шы гимназияның директорымын. Гимназия. Бұл мемлекеттік гимназия ма? Мемлекеттік гимназияның директорымын. Ол қандай бағытта сонда гимназия? Жалпы 1-11 сыныпта орта білім беретін мектеп гимназиясы. Химия, биология ондай емес, е? Енді арнайы тереңдетілген, бір пәнді тереңдетілген емес, жалпы білім беретін мектеп гимназиясы. Сіз Қытайдан көшіп келгенсіз. Неше жыл болды? 15 жыл болды. 15 жыл болды. Соны мұғалім болып басынан бастап істеп жатырсыз, сонда? Қытайдан 11-ші сыныпты, 12-ші сыныпты мектепті бітіріп келгенмін. 19 жасымда, қазір 15 жылдан бері осы Астана қаласында тұрамын. Биыл Қытайдан келгеніме биыл 16 жыл аяқ басып келеді. Еуразия ұлттық университетін бітірдім. Сол жерде магистратура, докторантураны бітіріп, Астана қаласында 2010 жылдан бері қарай мектептерде жұмыс жасадым. Сонымен бірге республикалық қазбілім орталығын құрып, Қазақстан бойынша 6 қалада 10 бөлімшесін ашып, 5 жылдай сол жақта жұмыс жасадым. Осы биыл күзден бері қарай мектеп директорлығындамын. Жақсы, сіз Қытайдан қазақша оқығансыз ба, Қытайда? Иә, Қытайда қазақша оқығанмын. Таза Қытайда. Таза қазақша. Ол кездерде қазақ мектептер болған, иә? Иә, біз қазақ мектептерінің өзі соңғы түлектеріміз ғой. Жақсы. Бізден кейін қос тіл деген болды, қос тілден кейін біртұтас қытайшаға айландырды. Оны естіп жатсыз да, енді не болып жатқанын енді о жақта. Қазір білеміз, о жақта туыс-туғандар тұрады, туыстар тұрады. Оның бәрін білеміз, хабарымыз бар. Менде енді қызық көп сұрақтарым бар. Қытайда жалпы сіз оқыған кезде, және де қазірді салыстырғанда, нақты білімнен қалай олар? Қазақша оқығанда жақсы болып саналады ма? Мектепте сондай жақсы болып айту болады ма? Біздің оқуменен, деңгейменен салыстырғанда, қазақстандықпенен, және қазір не болып жатыр? Олар Қытайша оқып жатқанда. Мынау байланыс әттеген-ай. Мынау кім жақта? Енді ол жақта жалпы білім. Енді бізден болады. Бізде жалпы орта білім сапасы. Байланыс нашар болып жатқан. Кімнің жағынан екен? Қатып қалды суретіңіз.
видео өшірді, ол сызырақ секілді. Интернет байланыс. Айжан. Әлі. Иә, үзіліп кетті. Сіз көлікте отырсыз ба, қайда офистамыз, мектептесіз ба? Далада отырмын. Ол жақта мүмкін байланыс болмай тұр ма? Жаңағы мен сұрағым, қазір видеоны сіз өшірдіңіз ғой, өзіңіздің? Мен қазір үйде дұрыс қосылмай тұр. Қазір. Иә. Сіздің сұрағыңыз бойынша білім сапасы турасынан ғой? Иә, білім сапасы бойынша. Білім сапасы тұрғысынан енді Қытайдың білім сапасы Қазақстан білім сапасынан жоғары екендігін амал жоқ мойындаймыз. Енді жалпылық білім сапасында бір стандартпен оқытады. Қытайда қазақша оқытқан кезде енді қытайшадан аударма негізінде оқытылды. Қазір біртұтас қытайша білім береді. Енді жалпы оларда білім сапасы көп жақтан ілгері. Енді әлемдік рейтингте де Қытайдың білім сапасы алдыңғы 10-қа кіретіні жасырын емес қой. Сонымен бірге әлемдік олимпиадалардан соңғы 20 жылда Қытай бірінші орынды берген жоқ, өзіміз білеміз. Рейтингтен кез келгенде IMO-дан, ISHO-дан, IBO-дан жалпы әлемдік олимпиадалардан Қытай бас жүлдені берген емес соңғы 10 шақты жыл. Сондықтан білім сапасы туралы олардың көп нәрсені айтуға болады. Оларда мектептердің сыртқы бақылауы қатты. Сондықтан да олардың жауапкершілік сұрауы ауыр. Яғни мектептегі сыртқы бақылау, яғни кез келген уақытта ол бізде мысалы мектептің әкімшілік бақылауы дейді ғой. Мектептің әкімшілік бақылауы болатын болса, ол жерде департаменттен, сондай-ақ облыстық, тіпті мемлекеттік білім басқармаларынан жыл сайын 2-3 рет мемлекеттік бақылау жүргізіліп отырады оқушыларға. Және сол оқушыларға жүргізілген бақылау мектептің бағасы, мұғалімнің бағасы болып есептелінетіндіктен сол білім сапасын сонымен көтеріп отыр олар. Бізде енді жалпы мектептерде сыртқы бақылау біршама аз ғой. Мектептің әр мұғалім өзінің сабағына өзі баға қояды, өзі бағалайды деген сияқты нәрсе. Ал басқа батыста ше финдарды мақтайды ғой, естіңіз ғой олардың мектептерді. Енді финдардың мектебі мен Қытай мектебінің айырмашылығы, енді финдарда білесіз, енді жан саны Қытай сияқты емес қой. Оларда бір сыныпта біршама аз бала, содан кейін финдарда біршама еркіндік бар. Мемлекетте де біршама демократия бар ғой, Қытаймен салыстырғанда әлдеқайда. Ал енді Қытайда мемлекеттің өзінде қатаң тәртіп, оның үстіне жан санының ауырлығына байланысты оларда Қытайда бір сыныпта әдетте 50-60 баладан оқиды. Сонда біздің мысал Қазақстанда одан біз енді білім сапаларымыз төмендеу десек, ол сонда қатаңдықпен байланысты емес болып келеді ғой, егер финдарды еске алсақ. Бұл қатаңдықпен байланысты емес. Бұл жерде бақылау формаларының әсері. Сосын деп ойлаймын, мысалы бізде мектеп сыртқы бақылауға көп түспейді. Яғни мектептің білім сапасын сырттай бақыламаймыз біз. Ал мектепте мысалы сіз сабақ бересіз, оны өзіңіз бағасын қоясыз да, өзіңіз енді бағалау белгілі бір деңгейде өзіңіздің көз алдыңыздағы оқушыны ғана бағалайсыз. Содан кейін кейбір жағдайларда шыны керек университеттерде де көрдік, сабақ өтуге бір жанын қинамай 4-5-ін қойып беретін жағдайлар бар екендігі жасырын емес қой. Ал сіз оқыған кезде, бұл 10 жылдан бұрын ғой, айтып жатсыз, 15 жыл бұрын сіз оқыған кезде, ол кезде қандай болды қазақ мектептері, таза қазақ мектептері? Қазақ мектептері оқыту тілі қазақ мектебі дегенмен басқару формасы біртұтас қытайлық басқару ғой. Ол жерде тілі ғана қазақша демесең, стандарт бәрі
Қытай мектебінің стандартымен бірдей, сондықтан бір бәлендей айырмашылық жоқ. Сол кезде де Қытайдың оқу беру саласы, сапасы жоғары болды ма бізден сол кездерде? Қытайдың білім сапасы жалпы Қытайдың өзінің дамуы соңғы 30 жылда деп айтуға болады. Соңғы 30 жылда білім сапасы да Қытай мемлекетінің экономикасы да жан-жақты Қытай дамуының жылы болып кетті ғой, шыны керек. Әйтпесе 90-шы жылдарға дейін Қытай дамымаған бір мемлекет еді ғой. Ол кезде 90-шы жылдарға дейін ол жерде ауылдық жерлерде білім сапасы туралы мүлдем айту қиын еді. Енді соңғы 30 жыл қатты көтерілді. Көтерілгенде өте жоғары деңгейде. Сонымен бірге олардағы үлкен бір әсер ететін нәрсе бізбен салыстырғанда олардың ауылдық жердегі мектептің базалық зертханасы, физика зертханасы, химия зертханасы, биология зертханасы деген сияқты зертханалық базасы өте мықты. Тіпті кейбір аудандық жердегі мектептің зертханалары біздің университеттердің зертханасынан әлдеқайда жақсы деп айтуға болады. Аудандық жердегі мектептің зертханасы біздегі университеттің зертханасының деңгейінде. Сондықтан оның өзі білім сапасына әсер етеді. Ал мұғалімдер орталықтан келеді ме, әлде сол ауылдың өзінен мұғалімдер шығып жатыр ма? Ауылдың өзінен шыққанда орталықтан оқып келеді жоғары білімді орталықтан оқып, мысалы облыс орталықтарынан, оларда облыстан жоғары автономиялы район деп айтылады. Райондарды яғни 5-6 облыстың орталық біріккен облысынан оқып келеді. Сонымен бірге ол мұғалімдерді жыл сайын бізде енді тестілеу, мұғалімдерді біліктілік тестілеуінен өткізу деген нәрсе соңғы бір 2 жылда қалыптасты ғой. Оларда біліктілік тестілеу деген бір біз естілгеннен бар мұғалімдерді біліктілік тестілеуінен өткізеді, және ол біліктілік тестілеуінен қатар 2 рет, 3 рет өтпеген мұғалімдердің лицензиясынан айыру деген мәселелер қарастырылған. Мен естігенімше Қытай жалпы оқу бұрыннан бері көне заманнан бар ғой, бірақ олар көбінде жаттауменен оқыған. Жаттау арқылы көп жаттайтындар деп мен соны естіп жатқанмын. Көне заманда мынау жазбалардың өздері жаттау, имтихандарды көпке жаттауменен байланысты. Осылай ақыл қосу, енді ойлану дегенде енді қазір қолданып мен соны қосып жатырмын да өзімнен. Енді бұрынғы деңгейін айту қиын шығар енді Қытайдың, ал бірақ соңғы кездерде біз мектепке түскеннен бері жаттау дегенге сәл келіспеймін. Өйткені бізде шығармашылық лабораториялық жұмыстар өте көп болды. Өзімізді сондай мектепте бітірдік. Сонымен бірге басқа нәрселерден де дүние көп, өйткені мысалы қазір білесіздер, Қытайдың әртүрлі робототехника бізге келетін әртүрлі робототехникалар, систем кабинеттерінің бәрі Қытайда жасалып келеді. Күні бойы оқыту, енді оларда ауысымды мектеп деген жоқ, бір ауысымды таңертеңнен кеш бітқанша мектеп толық күн оқиды бір кез келген сынып. Енді оқушылардың оқудан тысқары өмірі біздікі сияқты еркін болмайды. Мысалы бізде енді мектеп түстен бұрын оқысақ, түстен кейін әртүрлі спорттық үйірмелерге барады, өнер үйірмелеріне барады ғой. Оларда ондай нәрсе жоқ. Тек қана спорттық мектептер, өнер мектептері болмаса, қарапайым мектептің баласы тек қана жалғыз міндеті ол оқу болады. Неше сағат, нешеден басталады? Сондықтан баланың тек қана таңертеңгі сағат 8:00-ден, кейбір мектептер 7:20-дан басталады, түскі сағат 12:00-ге дейін оқиды, 12:00-де түскі үзіліске шығады, 2:00-де қайтадан сабақ басталады. Кешкі кейбір мектептер 18:30-да, кейбір мектептер 19:30-да түседі әдетте. 8-ден сонда 4 сағат таңертең, сосын кейін одан кейін тағы да 4 сағат, 8 сағат кәдімгідей жұмыскерлер секілді, кішкентай үлкеніне қарамастан. Бәрі біртас. 1-ші сыныптан 12-ші сыныпқа дейін.
Сіз де солай оқыдыңыз ба, әлде қазір олай болып отыр ма? Жоқ, біз де солай оқыдық. Біздің заманнан солай болды. Біз оқыған, бірінші, екінші сынып оқыған жылдары 5,5 күн оқитын. Біз 3-ші сыныптан бастап Қытай біртұтас 5 күндік оқу форматына көшті, қазір 5 күн. Олардың физика, математика, химия бізге ұқсайды ма? Ұқсайды дегенде енді терминдері, бұлай, олар Қытайға мысалы физика қай жақтан келді? Орыстардан келді ма? Әлде француздардан ма? Қалай олардың? Жапондардан келді. Олардың оқу системасын негізінен жапондардан көшіру. Қазірде сонда Жапонға ұқсайды ма солардікі? Иә, Жапонға ұқсайды. Жалпы өзі сол одақтық мемлекеттер бар ғой, шығыс мемлекеттері, Жапон, Қытай, оңтүстік Корея, Сингапур қатарлы мемлекеттердің біріккен оқу жүйесі, бәріне ұқсас негізінен. Солай білетін болдық. Енді мен тағы да қосайын, сіз түрк лицейлерді көрдіңіз ғой, олардың? Иә, жақсы білем. Олар, мен таңғалдым, шетелге келіп, басқа мемлекеттерге келіп, өздері былай қарағанда ислам мемлекет деп айту болатын еді, кішкене мұсылмандар бізге ұқсаған. Соның өзінде деп айта берейін. Олардың оқу білім сапасы өте жоғары болды. Білгенімше, анау Назарбаев университет ашылғанда 80% ба бірінші жылда түскені сол қазақ түрк лицейдің түлектері. Бұл ғажап болып қалды маған. Қайтып олар ұйымдастырған, сондай үлгерген, оларда мысалы, оларда бір... Ол жерде 2-3 түрлі маңызды дүние бар. Бірінші кадр сапасы, екінші кадрға қолайлы шарт жағдай жасау. Кадр сапасын олар біртұтас тестілеу жүргізіп, біртұтас конкурспен қабылдады. Екіншіден, олар кадрларына жыл бойы 2 мәрте тестілеуден өткізеді. 2 мәрте, бір жылда кадр 2 рет тест тапсырады. Оның өзінде мұғалімнің әлсіз жағы мен жалпы КТЛ-дер арасында тұрақты түрде күрес жүргізіліп отырады. Оның сыртында КТЛ-дердің арасында, оқушыларының арасында да біріккен байланыс бар. Жалпы басқа мемлекеттердегі түрік лицейлермен де байланыстары тығыз, тұрақты кадрды тәрбиелеу процесін іске асырады. Сондықтан олардың жүйе мықты болғаннан кейін сапа мықты. Ол жүйе, ол жалпы түріктердікі емес қой, ол тек қана сол КТЛ-дікі болды ма, өздерінікі, әлде Түркияның өзінде де сондай ма? Білмейді шығарсыз. Түркияның өзінде де сол, енді Түркияның өзіндегі мектептердің өзі менің білуімде 2 бағытқа бөлінеді. Иә, осы біздің КТЛ-дардың жүйесіндегі мектептер және өздерінің жүйесіндегі мектептер. Біраз өзгерістер бар. Бұларда жалпы жүйе бүкіл түрік лицейлері, ол Моңғолияда да бар, Моңғолияда МТЛ деп аталады. Кезінде Өзбекстанда болған, кейінгі жылдары жаңылмасам жауып тастады. Сонымен бірге Қырғыздарда да бар. Біраз әлемнің мен білуімше 17-18 мемлекетінде бар ғой, түрік лицейлері. Бәрінде бір жүйе. Қазір Африканың кейбір мемлекеттерінен ашылып жатыр. Енді бізді соларға кішкене жақындап жатырмыз ғой, біздің оқу жүйелеріміз. Енді есептерге қарағанда, логикамен байланысты, қисынмен байланысты есептер көп шығып жатыр. Бұрында болмаған, мысалы. Иә. Енді бұл менің сізбенен сұхбат жасағаным өзім, енді еліміз не болады деген жанашырлық қой, бір жағынан. Қытай енді қазір алып мемлекеттердің біреуіне айналды ғой. Бұрында, егер айтып атсақ, 30 жыл бұрын дамымаған бір жапондардың астында жүрген қазір керемет бір екінші экономикаға көшті. Ал біз әлі енді былай өндірістен 0 дейік та, өте әлсізбіз. Мемлекетіміз өте әлсіз. Ол жағынан, экономика жағынан өзіміздің өндірісіміз жоқ.
Ал бұл енді білім беру сапасымен байланысы бар шығар деп ойлаймын. Сіз қалай қосасыз? Әрине, білім беру сапасымен міндетті түрде бар. Мынандай сөз бар ғой, білім беру сапасы кадр сапасынан биік болмайды, ал мемлекеттің сапасы білім беру сапасынан биік болмайды дейді. Сондықтан бұл тікелей білім беру саласының сапасына байланысты дүние. Енді біздің мемлекетте білім беру сапасын реттейтін дүние көп, өте көп. Енді кейбір дүниелерге әрине біз жас мемлекет ретінде кейбір дүниеге шамамыз келмейді. Кейбір дүниені енді Қытаймен салыстыруға келмейтін дүниелер. Біздің жан санымыз, енді бізде мысалы миллиондық қаладан бар жоқ үшеу ғана бар ғой. Оның өзі белгілі бір дәрежеде әсер етеді, себебі бәсеке сапаны тудырады. Сонымен бірге біздегі ең үлкен білім саласын ақсатып тұрған нәрсе ол жемқорлық. Енді мынау жемқорлық дегеннен соң сіз бірақта директорсыз, лицейдің директор болып істейсіз. Мен оны ары қарай енді сіз енді ресми істеп жатсыз ғой, айтып жатқаным ғой, Нұр Отанда не емессіз ба, мүшесі? Жоқ, мен Нұр Отан партиясының мүшесі емеспін, және ешқашанда бір ештемені бір асып жабатын мен бір адам емеспін. Ол мемлекеттік мектепте директор шығармын, бірақ мемлекеттік мектептегі директорлығым заң бұзбауға міндеттейді, бірақ менің өзімнің қоғамның шындығын айтуға ол ешқандай шектеме маған болмайды. Мынау жемқорлық дегенде ол енді мына түбі жеу ғой, түбі біреудің ақысын жеу деген сөз бар. Енді бұл жерде бізде жемқорлық ол өз таныстарына, туысқандарына деген енді соларды жұмысқа алу, сонымен жемқорлықтың енді шегі ол әртүрлі ғой, ол тек қана жұмысқа алу емес, ол жерде тендердегі жемқорлық жатыр, жалғандық жатыр, сапасыз жұмысты қабылдау жатыр, ол әртүрлі деңгейде. Аздан кейін жемқорлықтың үлкен кішісі болмайды. Мысалы, миллиардтап жеп жатқан жемқормен өз сабағын дұрыс бермей зарплата алып жүрген адамның арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Яғни өз сабағыңызды сапалы бермей мемлекеттік жалақыны алудың өзі жемқорлық деп есептеймін мен. Өзің жұмысын толық атқармай, өзіңнің жұмысын сапалы атқармай, мемлекеттен жалақы алып отырудың өзі жемқорлық, ол ешқандай айырмашылығы жоқ. Әркім мүмкіндігінше бар деңгейінде жемқорлық бар ғой, сондықтан бұлдан арылмай бізде көп нәрсе түзелмесі анық. Оны не істеу болады сонда, ел болып, мысал жарайды, сол жүйе бізде егер енді саяси жүйе дейміз ба, сондай қала берсе, ел өзі не істей алады? Біз әке шешелер, мысалы, олар жақсы баға қойылса балаға, соған шүкір етеді ғой, жақсы деп. Ол 5 алып жатыр, ал сапасын оны білмейді. Қоғам жалпы біртіндеп дұрыс нәрселерге акцент қоюды, дұрыс нәрсеге мақсат қоюды үйрену керек. Мысалы, ата-ана дұрыс білім сапасын талап етсін, бағаны емес. Енді мысалы белгілі бір қоғамда бір ата-ана бағаға қарап алданса да, бағаға қарап алданбайтын ата-аналар бар ғой, білімнен өзі хабары бар ата-аналар бар. Солар талап ету керек. Әркім өзінің білетін саласында талап қоя алса, және өзінің жұмысын дұрыс атқарса, қоғам түзеледі. Әйтпесе сауатсыз қоғам жемқорларға жол ашады. Абай айтады ғой, әрбір надан қорқау келеді, әрбір қорқау деп басталатын Абайдың сөзі бар ғой. Сондықтан әрбір надандық түбі қорқаулыққа, жемқорлыққа, ашкөздікке апарады. Сондықтан қоғам сауатты болмай бірдеме айту қиын. Менің өзім көзқарасым енді ол. Жаңа мынау әке-шешелерге қиын ғой, ауылда жүрген кісілер, және қарапайым өз жұмыстары бар. Оларға да үйрету керек шығар, қайтып тексеру керек. Ол мектептің әрине. Енді қазіргі уақытта
да белгілі бір деңгейде мүмкіндіктер көп, бірінші бұрынға қарағанда интернет кеңістігі бар, кеңес алуға мүмкіндіктер бар, баланың білім деңгейін, шынайы білім деңгейін тексертуге мүмкіндіктер бар. Сондықтан жан-жақты жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Ол енді бір нәрсеге келіп тіреліп қалмайтын ақиқат. Бұрынғыда енді бұрын көп мүмкіндік жоқ еді, қазір онлайн оқытуға да мүмкіндік бар. Енді интернеттің кеңістігінде, YouTube кеңістіктің өзінде қаншамалаған сабақтар бар, білім алуға болады. Сондықтан енді кез келген ата-ана, баласын ойлаған ата-ана баласы үшін жан-жақты тірліктерге бару керек деп ойлаймын. Оларды енді